Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма жазылып, осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Қазір мен сіздерге доход пен отчет тапсыруды көрсетемін. Яғни табысы болған ИП-ға отчет тапсырамыз. Қазір бізде 2025-тің екінші айының 20-сы, яғни біздер қазір 2024-тің екінші полугодиясына отчет тапсыратын боламыз. Ол үшін настройка список форум дегенге кіреміз. Осы жерден 2024 дегенді таңдаймыз. Төмен қарай түсіп 910 декларациясын таңдаймыз. Менде упрощенка режим сіздерге көрсететінім. Осы жерде мінекей жаңағы ИП-ның данные сонда шығады. Полугодия деген жерге 2 деп басамыз. Мінекей мына жерде астында не ведет бухгалтерский учет, яғни бұған бухгалтерский учет керек емес деген. Содан кейін төмен қарай түсеміз. Бізде очередной, егер сізде ИП 2024-тің 7-ші айынан бері қарай ашылған болса, первоначальный таңдайсыздар, ол жақтарын білесіздер деп ойлаймын. Келесі резидент деген таңдаймыз. Және де мінекей мына жерге доход деп тұр, 910.01-ге біздер общий доходты көрсететін боламыз. Оны сіздер ИП-ның қандай счеттар бар және сол счеттарда қанша айналым болды, содан тексересіздер. Наличка алған болса, кассаға соғылған суманы барлығын есептеп аласыздар 2024-тің 7-ші айының 1-нен 2024-тің 12-ші айының 31-не дейінгі аралықты. Мысалға бізде бұл клиентте 3.966.660 теңге табыс болған. Осы жерге общий доходты жазасыздар. Төменде безналичный бар және мынау жаңағы не электронный сатылған деген сияқты осыларға егер бар болса толтырасыздар. Көбіне осы тек бір не ғана жазылады, общий сумма. Осылай жазамыз да төменге қарай түсеміз. Мына жерде доход, социальный отчисление дейді. Социальный отчислениеге қанша теңге құйылды, соларды қай айларға құйылды және соны да мұқият қарап аласыздар. Мысалға ИП-да 2024-тің 7-ші айында ешқандай доход болмаған болуы мүмкін. Ондай болса 0 басасыздар. Одан кейін 8-ші айда доход болып, 9-ші айда болмаған болуы мүмкін деген сияқты. Соларды қарап, төлемдерін дұрыстап төлетіп, осы жерге толтыратын боламыз. Енді қазір менің жағдайымда, бұл кісінің жағдайында, мінекей бізде барлық айларға төлем болған және бір айдағы табыстан минус 10% алып тастап, қалғанын осы жерге көрсететін боламыз. Яғни түсінікті деп ойлаймын. Егер бір айда 600.000 доход болса, ол кісіде мысалға осы 7-ші айда 600.000 доход болса, 600.000 минус 10% дейсіздер, тең неше қалды, соны осы жерге жазатын боласыздар. Мысалға келесі 3-ші айында ол кісіде 800.000 айлық болған болуы мүмкін. Сол 800.000-ға 10% алып қалған осы жерге көрсететін боласыздар. Менің жағдайымда бұл барлық айда бірдей табыс, сондықтан тек осыларды толтырып шығамын. Сосын келесі 2-ші бетке өтеміз. 2-ші бетте осылай мінекей бізде мынау не уже клиенттің кәдімгі Каспиймен или Каспий Пеймен немесе басқа да немен счеттармен төлегені социальный отчислениеге әр айға төлеген суммасы осы жерде шығады. Ары қарай пенсионка бізде работатель үшін деген, яғни пенсионка нешеден, мысалға жаңа 600.000 деді ме, 600.000-нан сізде мысалға бірінші неде 600.000 болса, осы жерге 600.000 көрсетесіз. Мына жерде сіздің жаңағы клиенттің құйған несі шығады. Енді бұларды бүйтіп түсіндірмесем де жалпылама білесіздер деп ойлаймын. Пенсионкаге жаңағы қанша құйылды, осының барлығын толтырып шығамыз. Мына жерде жұмысшы үшін, оның астында медстраховка. Енді медстраховка ол барлығына стандарт, сол үшін мына плюсті басып шықсаңыздар болады. Мінекей барлығын дайындап алдым. Мына жерде мінекей біздегі ай сайынға табыс. Мынау ай сайын пенсионкаға төленген. Ал мынау жаңағы жұмысшы үшін төленетін, яғни общий доходтың 1,5%. Осылай толтырдым. Енді келесі 3-ші бетке өтеміз. 4-ші бетте бізде осылай тұрады. Мінекей осы жерде мұқият боламыз. Бұл жерде 910.027 дегенге біздер ИП-ның тіркелген мекен-жайын міндетті толтыруымыз керекпіз. Ол үшін ИП местонахождение деп тұрған жердің кодын алып, мінекей осы жерге найти деп бассаңыздар, сол жерге тиесілі ауылдарды шығарып береді. Сол жерден нақты қайсысына тіркелген ИП, соны таңдайсыздар. Менде мысалға міне баянды осы выбрать деп таңдаймын. Осы жер толтырылуы керек. Сосын ары қарай местонахождение және место жительства. Местонахождение бұл ИП-ның тіркелген мекен-жайы.
место жительства ip иесінікі. Осы жерде кейде екі түрлі код жазылады. Соны мұқият қараймыз. Оны қайдан қараймыз? Оны жоғарыдағы сервис регистрацияны данный жақтан қарайтын боламыз. Осылай толтырып болдық. Ары қарай проверить заполнение деп басамыз. Ошибка нет. Отправить UGT деп жіберетін боламыз. Окей деп. Баршаңызға сәттілік, түсінбеген жерлеріңізді комментарийден сұрасаңыз болады.